Сейсенбі күні Иран тарапы Бахрейн мен Кувейттегі ақштың түрлі әскери бекеттеріндегі әуе қорғанысы жүйелері мен радарды нысанаға ала отырып, Американың әскери нысандарына соққы бергенін мәлімдеді. Иран қарулы күштері сонымен қатар Ормуз бұғазындағы танкерге шабуыл жасап, кеме экипажын бортты тастап кетуге мәжбүр етті. Ислам революциясы күзеті корпусы бұғаздың қауіпті деп танылған оңтүстік бағыты арқылы өтіп бара жатқан танкерлерді жарылыстан кейін кемелерде өрт тұтанған соң тоқтатқанын хабарлады. Өз кезегінде Америка құрама штаттарының әскер басы Тегеранның бұғаз арқылы өтетін кемелерге шабуыл жасау қабілетіне соққы беру мақсатында Иран аумағын қатардан 10 түн бойы атқылау операциясын аяқтағанын жариялады. Соңғы апталарда екі тарап арасындағы ұрыс қимылдары айтарлықтай өршіп, бұл су жолындағы қозғалыстың толықтай дерлік тоқтауына алып келді және мұнай бағасын күрт көтеріп жіберді. Дүйсенбі күні Иранның ішкі істер министрі Эскандер Момини ресми келіссөздер жүргізу үшін Пәкістанға келді. Оның бұл сапары Пәкістанның ақш пен Иран арасындағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған делдалдық күш-жігерін жалғастырып жатқан тұсымен тұспа-тұс келді. Дегенмен Момини сапарының нақты мақсаты әзірге белгісіз.